Бұл туралы Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзияев Бұхара мен Сырдарияда орын алған төтенше жағдайға байланысты жиында айтты. Бұхара мен Сырдариядағы апаттар жаратқанның бізге берген сынағы. Осы жағдайдан табандылықпен және аянбай еңбек етіп өтуіміз керек. Бұл су тасқыны біз үшін ауыр сабақ болды. Сондықтан су қоймасында болған жағдайға байланысты халықаралық сарапшыларды тарта отырып, барлық бөгеттерге терең сараптама жүргізетін боламыз. Сонда ғана біз түпкілікті қорытындыға келеміз, деді сөз басында Өзбекстан президенті. Сардобадағы апат салдарынан Қазақстан Республикасы Түркістан облысының Мақтаарал ауданындағы елді мекендерді де су басты. Осы ретте Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан президенті Шавкат Мирзияевпен телефон арқылы сөйлесті. Бұл техногендік күтпеген апат тек біздің тұрғындарға ғана емес, сонымен бірге көрші қазақ бауырларымызға да үлкен зиян келтірілгені өте ұят болды. Олардың мекендейтін жеріне және егістік алқаптарына зиян келтірілгені де өте қатты өкінішті болды, деді Шавкат Мирзияев. Оның айтуынша тиісті министрліктер мен ведомстволар, жергілікті билік органдары, басқа да шенеуніктер мен сарапшылар өздерінің қазақстандық әріптестерімен бірге табиғи апаттардың салдарын жою үшін тығыз жұмыс істейтін болады. Біз табиғи апаттың салдарын жоюда қазақстандық бауырларымызға қажетті көмек көрсетуге дайын екенімізді көрсеттік. Біз бұл қиындықтарды халқымызбен бірге өзара ынтымақты түрде жеңетімізге сенімдімін, деп түйіндеді Шавкат Мирзияев. Айта кетейік, Өзбекстан аумағындағы Сардоба су қоймасы бөгетінің бұзылуы салдарынан Түркістан облысының 10 ауылын су басты. 22 мыңнан астам тұрғын эвакуацияланды. Жазба ұнаса лайк басып каналға жазылыңыздар. Және де бізден жақсы жаңалықтар күтіңіздер.